Армысыздар. Біз бүгін латын қарпіндегі Г әрпі туралы айтамыз. Латын және неміс алфавитінде бұл таңба Г, ал француз тілінде Ж. Ағылшын тілінде Ж, испан тілінде Х дыбыстарын береді. Қазақ латын әліпбиінде бұл әріптің дыбысталуы Г. Мысалы, гүл, гаухар, кереге, егін, шеге, неге, егіз. Г әрпінен басталатын есімдері елге танымал азаматтар да көп. Соның бірі Қазақстанның туын шет мемлекеттерде желбіретіп жүрген былғары қолғап шебері Геннадий Головкин. Геннадий Головкин 1982 жылы 8 сәуірде Қарағанды қаласында дүниеге келді. Әкесінің аты Геннадий, шахтер болып қызмет атқарған. Ұлты орыс. Ал анасы Корей ұлтының қызы Елизавета Головкина химиялық лабораторияда ассистент болып жұмыс істеген. Головкиндер көп балалы отбасы болды. Ата-анасы 4 ұлды өмірге әкелді. Бірақ Геннадийдің екі ағасы Вадим мен Сергей әскери қызметін өтеу барысында белгісіз жағдайда қайтыс болды. Бұл уақытта болашақ чемпион жасөспірім кезеңдеді. Қайтыс болған екі ағасы көзі тірісінде өзін-өзі қорғай білсін деген мақсатпен Геннадийге боксқа баруға кеңес берді. Себебі олар тұратын Қарағандының Майқұдық ауданында сол кезде қылмыс түрлері жиі болатын. Геннадий боксты таңдады. Чемпионның үшінші ағасы Максим де бокспен шұғылданған. Екеуі егіз. Ол туғаннан кейін Геннадий 15 минуттан кейін өмірге келген. Максим Головкин бүгінде бокстан Қазақстанның еңбек сіңірген жаттықтырушысы. Гена 8 жасында бокс үйірмесіне барды. 11 жасында ең алғаш кәсіби жекпе-жекке шығып, облыстық деңгейде ұйымдастырылған жарыста жеңімпаз атанды. Тағы бір үлкен жеңісі 2000 жылы Будапештте өткен сайыста юниорлар арасында чемпион атанды. Одан кейінгі жеңістер талмай еңбектенудің арқасында келе бастады. Пусан, Бангкок, Пуэрто-Принцеса қалаларында өткен дүбірлі додаларда Головкиннің асығы алшысынан тұрды. Мектепті бітіргеннен кейін Геннадий Қарағанды мемлекеттік университетінің дене шынықтыру факультетіне оқуға түсті. Көптеген жеңістерді бағындырған Геннадийдің армандарының бірі Олимпиадаға қатысу еді. Ол арманы орындалып, 2004 жылы Афинада өткен жазғы Олимпиада ойындарына қатысып, жүлделі орынды 75 келіге дейінгі салмақтағылар арасында өткен додада топ жарып, күміс медальді иеленді. Олимпиададан кейін 2006 жылдан бастап Геннадий Головкин кәсіпқой бокстағы карьерасын бастады. Бірінші қарсыласы Габор Балок болды. Бұл жекпе-жекте Головкин жеңіс тұғырына көтерілді. 2007-2008 жылдары кәсіпқой бокс алаңында Мехти Буадла, Ян Гарднер, Малик Диара есімді майталмандармен кездесіп жеңіске жетті. 2009 жылы 11 шілдеде 12 раундтық жекпе-жекке шықты. Бұл кездесуде Джон Андерсон Карвальоны жеңіп WBO интерконтинентальдық титулды иеленді. 2010 жылы Головкин ағайынды Кличколардың K2 Promotion промоутерлік компаниясымен келісім шартқа отырады. Ары қарай Нунес, Тапия, Касим Оума, Габриэль Росадо, Нубихиро Исида, Мэтью Маклин, Кертис Стивенс, Осуману Адама, Дэниел Гил, Марко Рубио, Джейкобс, Сауль Альварес сынды қарсыластармен кездесіп, жеңіс тұғырынан көрініп, жұлдызы жарқырай түседі. Әрбір қазақстандық Головкинмен мақтанады. Қазақтың көк туын шет мемлекеттерде желбіретіп жүрген чемпион өз елінде де үлкен құрметке лайық. 2018 жылы Қарағанды облысының құрметті азаматы атағы берілді. Головкин парасат құрмет ордендерінің егері. Геннадий өзінің отбасы туралы көп айта бермейді. Әйелі Алина мен 2000 жылдары танысқан. 2007 жылы олар шаңырақ көтерді. Лос-Анджелеске көшкен отбасында көп ұзамай қуаныш болды. Өмірге 2009 жылы Вадим есімді ұл бала келді. Көп ұзамай 2017 жылы Геннадий кішкентай қыздың әкесі атанды. Жерлесімізге тек сәттілік тілейміз. Құрметті көрермендер, біз бүгін Г әрпінің латынша нұсқасын үйрендік. Қазақтың мақтанышы Геннадий Головкин туралы көптеген ақпараттарды білдік. Ендеше келесі эфирде кездескенше аман сау болыңыздар.